Қайырлы күн балалар, бүгін біз 586 есепті шығарамыз. Бұл жерде бізде рационал сандарға рационал сандарды көбейту тақырыбы. Ол үшін біз мына бір ережені білейік. Мысалы, бізде плюс деген таңба, ол біздің досымыз болсын. Минус деген таңба, ол біздің жауымыз болсын. Яғни бізге қас адамдарды айтамыз, е? Осы жерден біз мына бір ережені жақсылап жаттап алу керекпіз. Досымның досы маған кім болады, үнемі? Дос болады, е? Тура солай, досымның бізде жауы болатын болса, онда досыңның жауы саған да жау болады екен. Ары қарай жауымның жауы саған кім болады? Дос болады. Солай емес пе? Енді осы ереже арқылы біз мына бір есептерді шығарып көрейік. Бірінші есеп. 1,16-ға көбейтеміз 8-ді, яғни плюске плюсті көбейтеміз. Плюске плюсті көбейтсек, плюс болады екен. 1,16-ға 8-ді көбейтсек, 12,8 шығады. Тура осының екіншісі минус 1,16-ға минус 8-ді көбейтеміз. Сонда бізде жауымның жауы, ол бізде дос болады, солай емес пе? Сондықтан бізде оң сан шығады деп қарастырамыз. Яғни минусқа минусты көбейтсек, плюс болады. Сондықтан бізде 12,8-дің өзі болады деп жазып қалдырамыз. Екінші, 1,15-ке көбейтеміз 0,4-ті. Онда бізде 6 деген сан шығады екен. Яғни оң санға оң санды көбейтсек, оң санның өзі шығады. Тура осылай. Енді бізде теріс сан, яғни жауымның жауы, ол бізде кім болады? Дос болады. Яғни теріс санға теріс санды көбейтсек, оң сан шығады екен. Үшінші есеп. 60-қа көбейтеміз 0,2-ні. Сонда бізде 1,2 болады. Солай емес пе, е? Ендеше оң санға оң санды көбейтсек, оң сан шығып тұр. Осы жерде минус 60-қа минус 0,2-ні көбейтетін болсақ, онда бізде минусқа минусты көбейтсек, плюс болады екен. Яғни жауымның жауы маған дос болады деген сөз. Төртінші есеп. 0,9-ға көбейтеміз 9-ді, 8,1 шығады. Яғни досымның досы маған дос болады деген сөз. Келесі, минус 0,9-ға көбейтеміз минус 9-ді. Ендеше бізде 8,1 оң сан шығады екен. Бесінші, 0,4-ке көбейтеміз 0,6-ны, 0,124 болады. Тура осылай, ендеше теріс сандарын көбейтетін болсақ та, бізде оң сан шығады екен. Алтыншысын, соңғысын қарастырайық. 5-ке көбейтеміз 0,2-ні бізде 0,1 шығады. Ендеше минус 5-ке көбейтеміз минус 0,2-ні. Онда бізде плюс 1 шығатын болып тұр, 0,1 шығады. Келесі есепті қарастырайық. 587. Бұл жерде бізде де рационал сандарды көбейту керек болады. 11-ден 5 көбейтілген 15-тен 8. Тең. Бізде 5 пен 15 екеуі қысқартылады. Екеуі де 5-ке бөлінеді. 5-ті 5-ке бөлеміз 1-ден тиеді. 15-ті 5-ке бөлеміз 3-ден тиеді. Енді бөлшектің бөліміндегі сандарды, алымындағы сандарды көбейтеміз. 11-ге 3-ті көбейтеміз 33. 8-ге 1-ді көбейтеміз 8 болады екен. Тура осындай, енді бізде осылардың теріс сандарын көбейту керек болып тұр. Яғни минус 11-ден 5-ке көбейтеміз минус 15-тен 8-ді. Бізде жауымның жауы бізге кім болады? Дос болады. Ендеше бізде 33-тен 8 болады деген сөз. Бірінші есепті аяқтадық. Енді екінші есепті қарастырайық. 16-дан 9 көбейтілген 12-ден 5. Енді сандар қысқартылатындарын қысқартамыз. Бұл жерде 9 бен 12 екеуі де 3-ке бөлінеді. 9-ды 3-ке бөлеміз 3-ден тиеді. 12-ні 3-ке бөлсек 4-тен тиеді.
Ары қарай 16-ны 4-ке көбейтеміз. 40, 24, 64 болады екен. 3-ке 5-ті көбейтеміз, 15 болады. Енді тура осылардың теріс сандарын көбейтеміз, яғни ол жауымның жауы бізге дос деген сөз. Сонымен жауабы оң санды 64-тен 15 болып шығады екен, е. Минус 16-дан 9 көбейтілген минус 12-ден 5 тең 64-тен 5 болады. Үшінші есепті қарастырамыз. 14-тен 3 көбейтілген 10-нан 7. Мұнда бізде 14 пен 7 қысқартылады. Екеуі де 7-ге бөлінеді. 7-ні 7-ге бөлеміз 1. 14-ті 7-ге бөлсек 2-ден теді. Сонымен бізде 2-ге 10-ды көбейтсек 20. 3-ге 1-ді көбейтсек 3 шығады екен. Енді осылардың теріс сандарын көбейтеміз. Яғни жауымның жауы бізде дос болады деген сөз. 14-тен 3 көбейтілген минус 10-нан 7. Сонымен 20-дан 3 болады деген сөз. Біз енді 588 есепті қарастырайық. Бірінші есеп бізде 0,625-ке көбейтеміз минус 8-ді. Баған түрде көбейтіп алып көрейік. 8-ді көбейтетін болсақ, бізде 8-ге 5-ді көбейтеміз 40, 0 түсетте 4 ойда. 8-ге 2-ні көбейтеміз 16, ойдағымен 20. 0 түсіп 2 ойда. 8-ге 6-ны көбейтеміз 48, ойдағымен 50 болады екен. Енді біз үтірді қою керекпіз. Яғни біз бірінші есептің көбейткіштерде қарап тұрсақ, мына үтірден кейін 3 сан жазылған екен. Ендеше есептің жауабына келгенде 3 сан тастап, артынан санаймыз, 3 сан тастап жауабын жазамыз. Үтірді қайырамыз деген сон. Қайырамыз, сонымен бізде жауабы 5 болады екен. Енді біз таңбасын анықтау керекпіз. Бізде мына жерде плюс және минус болып тұр. Плюске минусты көбейтетін болсақ, минус болады. Немесе жауыңның саған, досыңның жауы саған жау болады деген сөз. Екіншісін қарастырайық. Минус 0,175-ті көбейтеміз 4-ке. Сонымен баған түрде көбейтіп аламыз. 5-ке 4-ті көбейтеміз 20, 0 түсіп 2 ойда. 7-ге 4-ті көбейтеміз 28, ойдағымен 30 болады екен. Енді үтірді қарастырамыз. Бізде мына жерде есептің берілгенде үтірден кейін 2 сан берілген. Ендеше жауабына келгенде артынан санаймыз да 2 саннан кейін үтір қайырамыз. Сонымен жауабы бізде 3 болады екен. Енді бізде минусқа плюсті көбейтіп жатырмыз. Яғни досыңның жауы саған кім болады екен? Жау болады екен. Минусты қоямыз. Үшіншісін қарастырайық. Минус 0,375-ті көбейтеміз 16-ға. Бұл жерден бірден біз таңбасын анықтап кетейікші. Яғни жауыңның біреу минус, біреу плюс болып тұрса, яғни досыңның жауы саған кім болады екен? Жау болады екен. Сонымен таңбасы минус болады деп қарастырамыз. Ары қарай 16-ға көбейтеміз. 6-ға 5-ті көбейтеміз 30, 0 түсіп 3 ойда. 7-ге 6-ны көбейтеміз 42. Оған 3-ті қосамыз 45. 5-ті түсетте 4 ойда. 6-ға 3-ті көбейтеміз 18, ойдағымен 22. 0-ге көбейтсек, бәрібір 0-дің өзі шығады, сондықтан біз оны жазбай қоюға болады, немесе жазып қояйық. Ары қарай 1-ге 5-ті көбейтеміз 5, 7-ге 1-ді көбейтеміз 7, 3-ке 1-ді көбейтеміз 3, 0-ге 1-ді көбейтеміз 0 болады екен. Осы сандарды қосып шығатын болсақ, 0, мына екеуін көбейтеміз, қосамыз, бізде 10 болады 1 ойда. Мұнда бізде екеуін қосатын болсақ 9, ойдағымен 10 болады, тағы да 1 ойда. 2-ге 3-ті қосамыз 5, ойдағымен 6 болады екен. Енді үтірді қарау керекпіз, яғни біз есептің берілгенде үтірден кейін 3 сан жазылған, артынан санап 3 саннан кейін үтір қоямыз. Сонымен жауабы бізде 6 болады екен. Таңбасын анықтап қойдық, минус 6.
келесі төртінші есепті қарастырамыз. 8-ге көбейтеміз, минус 0,875-ті. Сонымен тең деп жазатын болсақ, мына жерге 8-ді көбейтуді жазайық. Бізде оң санға теріс санды көбейтетін болсақ, теріс сан шығады. Мына жақта барлығында сондай болды. Ендеше таңбасы теріс болатын алдын ала түсініп аламыз. Енді кеттік 8-ге көбейтеміз. 8-ге 5-ті көбейтсек 40 болады. 0 түсіп 4 ойда. 7-ге 8-ді көбейтеміз. 56 ойдағымен 60 болады екен. 0 түсіп 6 ойда. 8-ге 8-ді көбейтеміз. 64 ойдағымен 70 болады. Енді үтірді қою керекпіз. Бізде есептің берілгенде үтірден кейін 3 сан тұр. Ендеше есептің жауабында артынан санап 3 санды қалдырғаннан кейін үтір қоямыз. Сонымен жауабы 7 болады екен. Яғни бізде минус 7 болады деп жазамыз. Келесі 589-ның біріншісін қарастырайық. Барлығында бізде қандай оң сан мен теріс санды көбейткен екен. Яғни оң санға теріс санды көбейту деген сөз, мысалы, досыңның жауы саған кім болады? Үнемі жау болады. Яғни барлығының таңбасы теріс болады деген сөз. Ендеше біз есепті шығарып бастайық. 8-ден 3 көбейтілген минус, мына жерде бізде аралас сан болып тұр, оны бірден бұрыс бөлшекке айналдырып жазайық. 3 бөлшектің бөлімінде қалсын, 2-ге 3-ті көбейтеміз, 6 ойдағымен 8. 8 бен 8 қысқартылады, 3 пен 3 қысқартылады, сонымен жауабы минус 1 болады екен. Екіншісі, минус 1,6 деген сөз, яғни минус, оны біз 10-нан 16 деп жаза аламыз. Көбейтілген 8-ден 5. Осы жерден 5 пен 10 екеуі қысқартылады, екеуі де 5-ке бөлінеді, мұнда 1-де, мұнда 2-ден теді. 16 мен 8-ді екеуін 8-ге бөле аламыз, мұнда 1-де, мұнда 2-ден теді. Сонымен бізде минус 2-ден 2, олар екеуі де қысқартылып, бізде жауабы минус 1 болады екен. Үшінші, минус 8-ден 7 көбейтілген 1,7-ден 1 шығып тұр. Яғни минус 8-ден 7-ні өзін жазамыз. Көбейтілген, аралас санда бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 7-ден 7-ге 1-ді көбейтеміз 7, оған 1-ді қоссақ 8 болады екен. Осы жерден бізде 8 бен 8-ді, 7 мен 7-ні қысқартамыз. Арада таңбасы минус 1 қалады деген сөз. Төртінші. Бізде бұрыс бөлшек болып тұр мына жерде. Енді оны ондық бөлшек, аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 3 бөлшектің бөлімінде қалсын, 4-ге 3-ті көбейтеміз 12, оған 2-ні қоссақ 14 болады екен. Көбейтілген минус 14-тен 3. Осы жерде бізде 14 пен 14, 3 пен 3 қысқартылып, жауабы минус 1 болады деген сөз. 590 есепті шығарайық. Мұнда бізде өрнектің мәнін табыңдар дейді. Бізде барлығы аралас сандар, аралас сандарға көбейту керек екен. Біз мұнаны ескерейік тағы да. Оң және теріс сандарды көбейту, яғни бізде оң санға теріс санды көбейтеміз. Бұл деген сөз, досыңның жауы саған кім болады? Жау болады деген сөз. Яғни минус болады деген сөз. Барлығының таңбасы теріс сан болады екен. Теріс. Сонымен бірінші есеп 3,9-дан 8 көбейтілген минус 2,7-ден 1. Аралас сандарды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 9 бөлшектің бөлімінде өзі қалады. 9-ға 3-ті көбейтеміз 27, оған 8-ді қоссақ 35. Көбейтілген минус 7 бөлшектің бөлімі өз күйінде қалады. 7-ге 2-ні көбейтеміз 14, оған 1-ді қоссақ 15 болады. Енді қысқартылатын өрнектерді қысқартайық. 9 бен 15-ті, 7 мен 35-ті қысқартамыз. 35 пен 7 екеуі де 7-ге бөлінеді. Мұнда 35-ті 7-ге бөлсек 5-тен, 7-ні 7-ге бөлсек 1-ден теді. 9 бен 3-ті екеуінде 3-ге бөлеміз. Мұнда 3-ден теді, мұнда 5-тен теді. Сонымен жауабы минус 3-тен 25 болып тұр. Ол деген сөз минус 8,3-тен 1 болады деген сөз. Екіншісін қарастырамыз.
8,6-дан 1 көбейтілген минус 7,5-тен 1. Минус өзін, жоқ, бізде мына жерде біріншісі минус емес қой. 6 бөлшектің бөлімінде өзі қалады. 8-ге 6-ны көбейтеміз 48, оған 1-ді қоссақ 49 болады. Көбейтілген минус бізде 7-ге 5-ті көбейтеміз 35, оған 1-ді қоссақ 36. Бөлшектің бөлімінде 5 қалып тұр, иә? Ендеше 36 мен 6 екеуі де 6-ға бөлінеді, мұнда 1-ден, мұнда 6-тан тиеді. Ары қарай жауабы минус 5-тен 49-ды 5-ке көбейтетін болсақ, бізде қанша шығады? 49-ды 6-ға көбейтеміз ғой. 294. Ол деген сөз 294-ті 5-ке бөлсек, 58 бүтін, минус 58 бүтін 5-тен 4 шығады деген сөз. Үшінші есебін қарастырамыз. Бұл жерде бізде 6 бүтін 8-ден 3 көбейтілген, минус 2 бүтін 11-ден 6. Ендеше бізде 8-де 6-ны көбейтеміз 48, оған 3-ті қосамыз 51 болады. Көбейтілген минус 11-ден 11-ге 2-ні көбейтеміз 22, 22-ге 6-ны қосамыз 28 болады екен. Тең, ендеше бізде мұнда 8 бен 28 екеуі де 4-ке бөлінеді екен. Ендеше бөлейік. 8-ді 4-ке бөлсек 2-ден тиеді, 28-ді 4-ке бөлсек 7-ден тиеді. Бөлшектің бөлімдерін көбейтеміз. Минус 2-ге 11-ді көбейтеміз 22, 51-ге 7-ні көбейтеміз. Қанша? 357 болады да. Енді осы 357-ні 22-ге бөлейік. 16 бүтін, минус 16 бүтін 22-ден 5 болады екен. Енді төртінші есепті қарастырамыз. Ол үшін экран барын өшіріп алайық. Бізде төртінші есепте 10 бүтін 7-тен 4-ке көбейтеміз, минус 2 бүтін 12-ден 11 деп тұр. Бізге 10-ға 7-ні көбейтеміз 70, оған 4-ті қосамыз 74 болады екен. Бөлшектің бөлімінде 7 көбейтілген. Енді бізде минус 12 өзі жазылады. 12-ге 2-ні көбейтеміз 24, 24-ге 11-ді қоссақ 35 болады екен, е? Тең, ендеше біз асыларды қысқартамыз. 35 пен 7 екеуі де бізде 7-ге бөлінеді. Мұнда 7-ге бөлсек 5-тен тиеді, мұнда 1-ден тиеді. 74 бізде 12-ге бөліне ме? Так, 74-іміз. Так, 74 пен 12 тек қана 2-ге бөлінеді. Сонымен бізде 74-ті 2-ге бөлсек 37-ден, 12-ні 2-ге бөлсек 6-тан тиеді екен. Ары қарай минус 6-ға 1-ді көбейтеміз 6, 37-ге 5-ті көбейтетін болсақ 185 болады екен. Бұл деген сөз 185-ті 6-ға бөл деген сөз, яғни бізде минус 30 бүтін 6-дан 5 деген сан шығады. Бесіншісін қарастырайық. Минус, жоқ, мұнда 5 бүтін 8-ден 5 көбейтілген минус 7 бүтін 15-тен 4. Сонымен бізде 8-ге 5-ті көбейтеміз 40, оған 5-ті қосатын болсақ 45 болады. Көбейтілген минус 15-дің өзін жазайық. 15-ге 7-ні көбейтеміз 70, 35, 105 болады ма? 7-ге 15-ті көбейтсек 105 болады. 105-ге 4-ті қосатын болсақ, бізде 109 болады екен. Тең, сонымен бізде 45 пен 15 екеуі де 15-ке бөлінеді.
Мында 1-ден, мында 3-тен тиеді. Қалған сандарды жазайық. Минус сөзі жазылсын. 8, 3-ке 109-ды көбейтеміз. 327 дейді. Сонымен бізде 327-ні 8-ге бөлетін болсақ, минус 40 бүтін 320 болып тұр, иә? 8-ден 7 болады деген сөз. Соңғы 6-шысын қарастыратын болсақ, 7 бүтін 9-дан 5 көбейтілген минус 9 бүтін 4-тен 3. Тең 7-ге 9-ды көбейтеміз 63, 63-ке 5-ті қосамыз 68. 9 көбейтілген. Енді 9-ға 4-ті көбейтеміз 36, 36-ға 3-ті қосамыз 39. Бөлшектің бөлімінде 4 болып тұр. Енді 64-ті 8-ге бөлетін болсақ, 68-ді 4-ге бөлетін болсақ, бізде 17 болады екен. 4-ті 4-ге бөлеміз, 1 болады. Ары қарай бізде минус 9-дан, енді 17-ні 39-ға көбейтеміз. 663. 663-ті бөлеміз 9-ға. Сонда бізде мына жерде минус 73 бүтін 9-дан 6 қалады екен. Енді бізде 9 бен 6 тағы да 3-ке қысқартылады. 9-ды 3-ке қысқартамыз 3, 6-ны 3-ке қысқартамыз 2 болады. Сонымен жауабы минус 73 бүтін 3-тен 2 деген сөз.